Әй, мен сендерге бір қызық айтайын ба? Деді ол сүйініш сұрағандай қуаныштыммен. Мен бүгін таң алдында түсімде ағамды көрдім. Рас айтам деймін. Түнде жатарда ағамның пальтосын басыма жастап көпке дейін иіскеп жатқан иісі сынып қапты. Bir түрлі жусанның иісі сияқты жақсы иіс. Әжем ылғи ағамдан ал жусан төбенің үстінде мал қайрам деп жүргенде тапқанмын. Менің ағамда жусан иісі содан қалған сірә. Мен сөйтіп жатып ұйықтап едім, ағам түсіме кірді. Мен де ылғи ағамның пальтосын жамылып жатамын. Менің ағамның пальтосынан да жусанның иісі шығады, деді бір бала. Сөйткенше болған жоқ, тұс-тұстан жамырай шуылдап, соғыста жүрген әкелеріміздің, ағаларымыздың киімдерін еске алып, одан шығатын иісті сөз етіп кетті. Бірақ бір қызығы, ол иісті мынау ауыл іргесіндегі жусан төбенің үстіндегі жусанның иісі десті. Ол сөйтіп сол кезде Аян, міне иіскеп көріңдерші, менің пальтомнан да жусан иіс шығады деді. Өз айтқаннан ба, әлде шынымен солай ма? Оның пальтосынан бұрқырап жусанның иісі шығып тұр. Сөйтіп балалар кезектесіп оның омырауын иіскеді. Шынымен жусанның иісі шығады. Міне, менен де жусанның иісі шығады, деді бір бала. Біз өз омырауымызға тұмсығымызды тығып, өзіміздің иісімізді өзіміз ескеп, жаналық ашқандай болдық. Соғыстың бесіктен беліміз шықпай-ақ жатқанда жүрегімізге салған жарасы қан жемеді. Еш уақытта ұмытылмас. Үлкендер жау шегінді деп, күнде қуанышты хабарлар айтып жүрді. Олар біз үшін ертең соғыс бітеді дегенмен бірдей еді. Әскерден біртіндеп ер азаматтар қайта бастады. Бәрі жарым-жанда, бірі қолынан, бірі аяғынан, бірі көзінен, бірі қабырғасынан айырылғандар. Бірақ та олардың жарым-жан болып қайтуының өзі ауыл үшін үлкен мереке еді. Ал кейбіреуіне қаралы қағаздар да келіп жатты. Сол қаралы қағаздың бірі көшеде ойнап жүрген Аянның қолына да келді. Аян үнсіз қалды. Ол қаралы қағазды 3-4 рет ежіктеп оқыды да, ышқыр қалтасына 4 бүктеп салып қойды. Ол қашып кетті. Ол әдетінше алыс-жұлысты сырттай қарап, қора жаққа қарай кетті. Мен де оның артынан бардым. Сөйтіп қарасам, ол қораның қараңғы бұрышында бір уыс боп бүрісіп, екі алақанын бетіне қойып, солқ-солқ жылап отыр екен. Ол ұзақ жылады. Біраздан кейін көзінің жасын сүртіп, қоранан шықты. Көзі қып-қызыл болып кетті. Маған қарап жымиып, күн ыстық деді. Сөйткенше бір жеті өткен соң, 10 шақты қозылақты алып, тауға қаратай өргізіп келе жатқан кезде бапайдың үйіндегі арбаға көзім түсті. Сөйтіп бір сыпыра балалар сол арада екен. Мен таяп келген кезде бертіндеп тұрған Есікбай, Аян, балалар үйіне кетейін деп жатыр деді. Сөйтіп үйден жылқы айдаушы жігіт пен бабай мен кемпірі шықты. Олар Аянның құшақтап бетінен сүйіп, әлі хат жазып тұр балам деді. Аян барлық балалармен қоштасып, сендерді еш уақытта ұмытпаймын деді күлімсіреп.